Абай Құнанбайұлы 20 қара сөз. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдыр да адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де ақырында тағы келіп жеңеді. Ақыры түгел, ойлы адамның баласы байқаса, осы адам баласының жалықпай тұғын нәрсесі бар мекен. Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңіл аз ба көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі. Көңілі бұрынғыдан да суи бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды. Адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақлұққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады? Бірақ осы жалығу деген әрнені көрем деген, көп көрген, дәмін бағасын бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалық ғұмырының баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлаймын. Абай Кунанбаев. Слова назидания. Слово 20. Все мы знаем, ничто не властно над судьбой. Человеку свойственно чувство пресыщения. Оно не возникает по желанию, а определяется судьбой. Изведав однажды пресыщение, уже не освободиться от него. Если даже собравшись силами, отбросишь его, оно будет настигать и одолевать тебя. Чем только человек не пресыщается, надоедает ему в большей или меньшей мере все. Еда, развлечения, щегольство, пиры, компании, стремление превзойти других, женщины. Рано или поздно, обнаружив порочность, бессмысленность всего, он разочаровывается и охладевает. Жизнь человека, его судьба, так же, как и все, что существует на свете, переменчивы. Ничему живому на земле не дано состояние покоя. Откуда же взяться постоянству чувств? Испытать пресыщение дано людям умным, которые в жизни стремятся к совершенству, многому знают цену, разборчивы, способны постичь никчемность и суетность земного бытия. Постигшим скоротечность и тленность земной радости сама жизнь кажется постылой. Я подумал, блажен тот, кто глуп и беспечен.